Мен 4-ші сынып оқушысы Тоқанова Аяжан. Мен сіздерге түлкі мен жолбарыс ертегісін айтып беремін. Ертеде, өзен сулы өлкеде, жидек пісіп толғанда, түлкі жұртты орманда. Талшық таппай талайдан, жем іздеген маңайдан, талшық таппай талайдан, қаны әбден қарайған бір жолбарыс жолықты. Түлкі жаман қорқытты, аңдыған да сол тұстан, шыға келді оқыстан. Көптің қанын ағызған, құтылып көр жауыздан, ұшынды енді ұшынды, түлкішек жан ұшырды. Енді өлмеген не қалды, ойлайма озбыр обалды. Түлкі ойлап тұрмады, жалт бұрылды зырлады. Берді ғой деп оңынан, жыртқыш саяды соңынан. Тарсылдатып тақырды, жұмырланып атылды. Бөгеттерді елемей, суырылды жебедей. Әне ауызды салады, міне ауызды салады. Кеудемен кеп қағадау, домалатып шаладау. Түлкі көзі алақтап, тілі кетті салақтап. Алдында құс құлама, соған жетші шыдада. Соған жетсең құтылдың, жете алмасаң тұтылдың. Шыбын жаны шұрқырап, түлкі қашты тырқырап. Өлме түлкім, өлме деп, құзға шықтың өрмелеп. Қалды текте жолбарыс, міне саған дағдарыс. Құзға шыға алмады, қандай ауыр салмағы. Жанталасты толырып, дүмі тасқа соғылып. Түлкі құзға шықты да, құтылса да бұқтыма. Еңіреді еңкілдеп, екі ені селкілдеп. Түлкі неге жыладың, түсініксіз мынауың, деп жолбарыс сұрады, түре түсті құлағын. Түлкі үңілді қабақтан, жолбарыс тұр жалақтап. Қараймын деп өзіңе, елестетем көзіңе. Қаһарлы да қатерлі, еске аламын әкеңді. Көзсіз батыр сол еді, жолбарыстың шоң еді. Жүгіріп кеп қапталдан, қарғуш еді-ау шатқалдан. Таңдан басқа болмайды, көре алмаспын ондайды. Жекең сонда шамданды, мынау не деп сандалды. Әкемнен мен кем бе кем, тек сол ғана ермекен. Жүгіріп кеп қапталдан, қарғып берді шатқалдан. Арғы беттегі қабаққа ұшып жеткен заматта. Іліккенмен шеңгелі, ауыр дене көнбеді. Құрыды айла амалы, тайып кетті табаны. Түлкі жайлап түсті де, бұлақтан су ішті де. Жолбарысқа қарап ап, жырқылдады табалап. Жету қайда әкеңе, осы айтқаным қатеме. Әлі ерте деп елуге, түлкі тартты жөніне.